Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз language focus interrogative pronoun. Page number 13, 13-ші бет, және де student's book. Language focus, яғни interrogative pronoun дегеніміз аудармасы сұрау есімдіктері. Сұрау есімдіктері дегеніміз не? Олар сұрау сөйлемді құрайтын сөздер болып табылады, және де олар мыналары жатады. How many, қанша, who, кім, what, не. Әдетте бұл да бір сөйлемнің жанындағы бізде аудармасына қарай, сөздерге қарай өзгеріп кетеді, кейде қандай болып кетеді. When, қашан, where, қайда, how old дегеніміз ол қанша. Okay, the first exercise number 1. Бізде мына кестенің ішіндегі берілген сұраулы сөздерді қоюымыз керек мағынасына қарап. Әрине, the first, what's your favorite film? Бұл жерде сіздің сүйікті фильміңіз қандай? Көрдіңіздер ме, мына жерде what деген негізі не болса, сөйлемнің жанындағы сөйлемге қарай бұл өзгеріп кетеді. Қандай? Okay, the first, who is your favorite sports star? Sports star дегеніміз бұл жерде спорттық жұлдыз. Спорттық жұлдызың кім? Біз бұл жерде who қойдық жауабы. Себебі бұл жерде адамды меңзеп тұр. Адам болған соң бұл жерде кім? Екінші, where are you from? Сіз қайдан боласыз? Where? Үшінші, when's your birthday? When жауабы. Туған күніңіз қашан? Төртінші, how old are you? Сіздің жасыңыз нешеде? Бесінші, how many CDs have you got? Сіздің CD дискіңіз қаншау? How many болады бесіншісі жауабы. Okay, next, бізде келесі exercise number 2. Бұл жерде біз берілген сөздерге әрине жаңағы жоғарыдағыдай жаттығу қарап орындаймыз. Бұл жерде де біз сұраулы есімдіктерді қойып шығуымыз керек. Окей. Әрине мынау жандағы сөздерді аударып және жауабымен. The first, DVDs have you got? I have got 2. Менде 2 DVD дискім бар дейді. Сіздің бұл жерде қалай болады? Бірінші, how many? Окей. Бірінші, how many DVDs have you got? I have got 2. Екінші, who is your favorite singer? Сіздің сүйікті әншіңіз кім? Who? Риана болады. Окей. Екінші, үшінші, what's your favorite color? Сіздің сүйікті түсіңіз қандай? What? Blue, көк. Төртінші, where's your dad from? Сіздің әкеңіз қайдан болады? He's from Семей. Ол Семейден болады. Бесінші, when? When's your friend's birthday? Сіздің досыңыздың туылған күні қашан? It is in December. Ол туылған күні желтоқсанда. Окей, алтыншысы, how old are your parents? Сіздің ата-аналарыңыздың жасы нешеде? They are 38 and 39 years old. Олардың жасы 38 пен 39-да. Жауабы. Енді үшінші exercise number 3 and 4. Бұл жерде 3 пен 4-ші тапсырма бізде оқушының өзі құрау керек болады. Әрине, егер орындалатын болса, бірақ тыңдалым бар бұл жерде, бір тыңдалымды тыңдап, соған қарай диалог құрау керек екен. Енді ол оқушының өзінің жауабы. Окей, exercise number 5. Бұл жерде берілген сөздерден сұраулы сөйлем құрап, және де сұрағына жауап беруіміз керек. Окей, the first. Who is the singer Coldplay? Жауабы Chris Martin. Екінші, how old is Roger Federer? Жауабы he was born in 1981. Үшінші, how many legs has a spider got? Жауабы 8.
Төртінші, when is the next football world cup? Жауабы 2018 and 2022. Бесінші, where is our Superman from? Жауабы Planet Krypton. Соңғы, the last one, what is Facebook? Жауабы a social networking site. Okay. Exercise our next tasks деге дәлірек. Interests quiz. Бұл жерде қызықты квиз болып табылады. Яғни әр квизіміз, бұл жерде сұрағымыз екі сұрақтан тұрады, бірақ бұл әр саладағы, яғни музыкаға қатысты, TV and cinema, киноәлемге байланысты, animals, жануарға байланысты екі сұрақ, спортқа байланысты, және де books and comics, кітаптар мен комикстер, және де компьютерлер жайында. Окей, бастаймыз. Біріншісінде мінекей, бізде мына біріншісінің жауабы онсында беріліп тұр. Who is this man? And жалғасы where does he from? Жауабы where. Екінші, what type of music does he make? Жауабы what. Үшінші, what do the letters MTV stand for? Yes. Төртінші, who is this actor and what is the name of his character in this film? Жауабы бұл жерде төртте who, what. Okay, number 5, жануарға байланысты. How many eyes has a spider got? Бұл жерде how many деп тұр. Алтыда, what is this animal and where's it from? Окей, жалғастырамыз. 7, спортқа қатысты. When and where is the Wimbledon tennis championship? Жауабы 7, when, where. 8де, who is this and what is his sport? Жауабы 8де, who, what. 9, books and comicsке байланысты, бұл жерде 9да, who is the name of the famous character in Rowling's books? Жауабы 9да, what. 10, who is this and what city is he from? Жауабы 10-ның who, what. 11, computersке байланысты. What do letters www stand for? Жауабы what. And 12, 12-шісі, how old's the internet? 50 years or 100 years. Бұл жерде яғни жауабы how old. Окей. Балалар, осымен сабақ тамам. Бүгін біздің сабағымыз осымен өте жақсы аяқталды. Енді келесі жаңа қызықты сабақтарды өткізіп алмас үшін тіркеліп, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып, мен міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.